Құрылтай сайлауының ресми қорытындысы жарияланды. Саяси додада ел бойынша жалпы тізімге 12 миллион 623 мыңнан астам сайлаушы енгізілген. Сайлау күні саяси науқанның ашықтығы мен әділдігін қамтамасыз етуге 51 мыңнан астам ұлттық байқаушы, саяси партиялардың 7 мыңнан астам сенімді өкілі қатысты. Жалпы тіркелген сайлаушылардың 74,8% дауыс берді. Олар қай партияға дауыс бергенін орталық сайлау комиссиясы мәлім етті. Әділет партиясына 6 миллион 528 мың 948 дауыс, немесе 71,17%. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партияға 469 мың 58 дауыс, немесе 5,11%. Қазақстанның байтақ жасылдар партиясына 97,751 дауыс, немесе 1,7%. Қазақстан халық партиясына 285,395 дауыс, немесе 3,11%. Ауыл партиясына 574,621 дауыс, немесе 6,26%. Ақжол Қазақстан демократиялық партиясына 478,083 дауыс, немесе 5,21%. Республика партиясына 509,631 дауыс, немесе 5,56%. Бәріне қарсы 230,446 дауыс, немесе 2,51%. Саяси науқанды шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың 7777 байқаушысы жіті қадағалады. Одан бөлек сайлау барысын отандық 1852 бақ өкілі мен аккредиттеуден өткен 117 шетелдік журналист ақпарат таратты. Орталық сайлау комиссиясы заңнамада белгіленген тәртіппен сайлаудың қорытындыларын белгілеу және сайланған депутаттарды тіркеу бойынша тиісті жұмыстарды жалғастырады. Конституциялық нормаларға сәйкес орталық сайлау комиссиясы құрылтай сайлауының толық қорытындысын сайлау өткен күннен бастап 10 күннен кешіктірмей белгілеп, бұқаралық ақпарат құралдарына ресми түрде жариялайды. Орталық сайлау комиссиясы отырыстың өтетін нақты күні мен уақытын қосымша хабарлайтынын айтты.